Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте жасау жолы оңай 3 ғана ингредиенттен тұратын, яғни қырыққабат, сәбіз, қияр, осы 3 ғана заттан тұратын дәмі өте кереметтей болған кәріс халқының салатымен бөлісетін боламын. Дәмі кереметтей, қою тамақтармен де, сұйық тамақтармен де өте күшті үйлеседі. Әсіресе палаумен үйіңіздегілердің барлығын ұнайды деген сенімдемін. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Ең алдымен осындай жарты капустамызды жақсылап жуып, қатты жерін алып тастап, ірі көлемде турап алып ыдысымызға салып алатын боламыз. Үйіңізде көпшілік болсаңыздар, яғни көбірек көлемде дайындасаңыздар болады. Осылай бір қиярымызды алып, соломка ретінде ірілеу етіп турап алатын боламыз. Егер ұсақтап турайтын болсаңыздар, капустаның арасында білінбей кетеді. Сондықтан ірілеу етіп турағандарыңыз дұрыс. Содан соң бір ғана сәбізімізді үккіштен өткізіп дайындап алатын боламыз. Содан соң осылай 3-4 сарымсағымызды ұсақтап турап алып, өте ұсақтап турап бетіне салатын боламыз. Сарымсақтың үстінен қара және де қызыл бұрышты салып, оның үстінен азырақ қана кашниш саламыз. Содан соң үйіңізде егер яблочный уксус болса, кіші қасықта бір қасық қосып жіберсеңіздер, салаттың дәмін одан әрі дәмді ететін болады. Егер болмаған жағдайда ол мүлдем міндетті емес. Дәмдеуіштерімізді қосып жатқан кезде 30 мл сұйық майды газге қыздыруға жіберетін боламыз. Барлық дәмдеуіштерді қосып болған соң үстінен, яғни қызып тұрған сұйық май қосатын боламыз. Осы соевый соус 2 үлкен қасықпен қосасыздар. Содан соң жаңа айтқандай қызып тұрған 30 мл майымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Сонымен біздің өте оп-оңай әрі өте дәмді салатымыз дайын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Барлығы ұнайды деген сенімдемін. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Видеоны қолдап, лайк бас, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де қазақша контентті қолдап, менің артыма тіркеліп алуды да ұмытпаңыздар. Ал ас болсын, сау болыңыздар.